Сәлем, егер менің каналым саған ұнаса, міндетті түрде достарыңмен бөлісіп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпа. Бүгін 9 сыныптың хлорсутек қышқылы тақырыбына арналған біліміңді тексер тапсырмаларын орындайтын боламыз. Бірінші сұрақ: хлорсутектің физикалық қасиеттерін сипаттаңдар. Бірінші сұрақтың жауабы: хлорсутектің ең жоғарғы концентрациясы 36%. Бұл ерітіндінің тығыздығы 1,118 грамм сантиметр куб. Буы өткір иісті, мөлдір сұйықтық, ауада түтіндене бастайды. Екінші сұрақ: хлорсутектің химиялық қасиеттерін сипаттайтын реакция теңдеулерін жазыңдар. Екінші сұрақтың жауабы: тұз қышқылы негіздік оксидтермен әрекеттеседі. Мысалы, барий оксидімен тұз қышқылын әрекеттестіргенде барий хлоридімен су түзіледі. Және негіздермен де әрекеттеседі. Барий гидроксидімен тұз қышқылы әрекеттесіп, барий хлоридімен 2 молекулалы су түзіледі. Және сонымен қатар тұз қышқылы тұздармен де әрекеттеседі. Натрий карбонатын тұз қышқылын қосқан кезде натрий хлориді, су және де көмір қышқыл газы түзіледі. Тұздармен реакциялары тек қана газ, тұнба немесе әлсіз электролит түзілетін кезде жүреді. Үшінші сұрақтың жауабы: тұз қышқылымен магний, кальций оксиді, алюминий гидроксиді, қорғасын нитратының әрекеттесуінің молекулалық және қысқартылған иондық теңдеулерін жазыңдар. Үшінші сұрақтың А нұсқасы: магний қосылған аш хлор түзеді магний хлориді мен сутек. Реакцияны теңестіргенде аш хлордың алдына 2 қоямыз. Енді оның иондық теңдеуі: магний катионы 2 молекулалы сутек катионы қосылған 2 молекулалы хлор анионы түзеді. Магнийдің 2 плюс катионын қосылған 2 молекулалы хлор анионын және де сутекті. Қысқарту үшін біз 2 хлор минус пен 2 хлор минусты қысқартамыз. Қысқартылған иондық теңдеуі: магний катионы қосылған 2H катионы түзеді магнийдің 2 плюс катионын және сутек. Ә жағдайы: кальций оксиді қосылған H хлор түзеді кальций хлориді және де су. Реакцияны теңестіргенде H хлордың алдына 2 қоямыз. Енді оның иондық теңдеуін жазамыз. Кальций оксиді дәл солай жазылады. Қосылған 2H катионы қосылған 2 хлор анионы түзеді кальций 2 плюс катионын, 2 хлор анионын және де суды. Біз бірдей иондарды қысқартқанда, яғни 2 хлор аниондарын қысқартамыз, сонда бізде кальций О қосылған 2 сутек катионы түзеді кальцийдің 2 катионымен су түзіледі. Бұл бізде қысқартылған иондық теңдеуі. Келесі алюминий гидроксиді қосылған H хлор түзіледі алюминий хлориді және 3 молекулалы су. Реакцияны теңестіру үшін H хлордың алдына, судың алдына 3 қоямыз. Алюминий OH3 бізде дәл солай жазылады, себебі ол тұнба. Қосылған 3H катионы қосылған 3 хлор анионы түзеді алюминий 3 плюс катионын, қосылған 3 хлор анионын және 3 молекулалы суды. Енді біз бірдей иондарды қысқартамыз. Ол бізде 3 хлор анионы. Енді қысқартылған иондық теңдеуін жазатын болсақ, алюминий хлориді қосылған 3H катион түзеді алюминий 3 плюс катионы және 3 молекулалы су. Келесі плюмбум NO3 қосылған H хлор түзеді плюмбум хлоридін және де HNO3-ті. Реакцияны теңестіру үшін H хлордың алдына, HNO3-тің алдына 2 коэффициентін қоямыз. Енді оның иондық теңдеуін жазсақ, плюмбум 2 плюс катионы қосылған 2 NO3 анионы қосылған 2 H катионы, 2 хлор анионы түзеді плюмбум хлоридін қосылған 2 H катионы және де 2 NO3 анионын. Енді біз бірдей иондарды қысқартатын боламыз. 2 NO3 анионы және де 2 H катиондарын қысқартамыз. Қысқартылған иондық теңдеуін жазатын болсақ, плюмбум 2 плюс катионы қосылған 2 хлор анионы түзеді плюмбум хлоридін. Төртінші сұрақ: тұз қышқылының құрамына сутек пен хлор иондарының кіретінін қандай тәжірибе көмегімен анықтауға болады? Төртінші сұрақтың жауабы: сапалық реакция арқылы оларды анықтай аламыз. Күміс хлориді іс жүзінде ерімейді, сондықтан бұл қасиеті
ерітіндідегі хлорид иондарын анықтау үшін қолданады. Яғни аргентум хлор тұнбасы және H2 газы бөліну арқылы анықтаймыз. 5-ші сұрақ. Айналымды жүзеге асыратын реакция теңдеулерін құрастырыңдар. 5-ші сұрақтың асы: H2-ден H хлор, одан хлор 2, одан фосфор хлоридін алуымыз қажет. Яғни бізге 3 химиялық реакция жазуымыз қажет. Ең алғашқысы H2 қосылған хлор 2 түзеді H хлор. Теңестіру үшін H хлордың алдына 2 қоямыз. H хлорды ыдыратамыз. Нәтижесінде H2 және де хлор 2 түзіледі. Реакцияны теңестіру үшін H хлордың алдына 2 қоямыз. Фосфор қосылған хлор 2 түзеді фосфор хлориді. Реакцияны теңестіру үшін фосфор мен фосфор хлоридінің алдына 2, хлордың алдына 3 қоямыз. Ә нұсқасы: натрий хлордан хлор 2, хлор 2-ден калий хлоридін, одан хлор және хлордан H хлор алуымыз қажет. Яғни бізге 4 химиялық реакция теңдеуін жазу қажет. Алғашқы реакция: натрий хлоридін ыдыратамыз. Ыдырағанда натрийға және де хлорға ыдырайды. Реакцияны теңестіру үшін натрий мен натрий хлоридінің алдына 2 қоямыз. Калий қосылған хлор 2 түзеді калий хлоридін. Реакцияны теңестіру үшін калий мен калий хлоридінің алдына 2 коэффициентін қоямыз. Енді калий хлоридінен хлор алуымыз үшін калий хлоридін ыдыратамыз. Нәтижесінде калий мен хлор түзіледі. Реакцияны теңестіру үшін калий хлоридіне және калийдің алдына 2 қоямыз. Енді H2 қосылған хлор 2 түзеді H хлор. Реакцияны теңестіру үшін H хлордың алдына 2 қоямыз. Келесі Б жағдайы. Хлордан H хлор, H хлордан купрум хлоридін, одан феррум хлоридін және де аргентум хлоридін алуымыз қажет. Яғни бізге 4 химиялық реакция теңдеуін жазу қажет. Ең алдымен H хлорды алайық. Ол үшін H2 қосылған хлор 2 түземіз H хлорды. Нәтижесінде теңестірген кезде H хлордың алдына 2 қоямыз. Купрум NO3 қосылған H хлор түзеді купрум хлоридін және де HNO3-ті. Реакцияны теңестіру үшін H хлордың алдына және HNO3-тің алдына 2 қоямыз. Енді бізге купрум хлоридінен феррум хлоридін алу қажет. Ол үшін купрум хлоридіне феррумды қосамыз. Нәтижесінде феррум хлориді және де купрум шығады. Келесі бізге аргентум хлор алуымыз қажет. Ол үшін феррум хлоридіне аргентум NO3-ті қосамыз. Нәтижесінде аргентум хлориді және де феррум NO3 шығады. Реакцияны теңестіру үшін аргентум NO3-тің алдына 2 коэффициентін қоямыз. 6-шы сұрақ. 3 сынауықта хлор, натрий хлориді, күмістің бірвалентті нитратының сулы ерітінділері бар. Оларды қалай анықтауға болады? 6-шы сұрақтың жауабында барлығын біз сапалық реакция арқылы анықтаймыз. Яғни А жағдайында хлор және Ә жағдайындағы натрий хлоридін біз аргентум катион иондары арқылы анықтаймыз. Себебі бізде аргентум хлор тұнбаға түседі. Ал келесі күміс нитратын хлор арқылы анықтаймыз. Ол да дәл солай аргентум мен хлор әрекеттескен кезде тұнба түзеді. Сондықтан А және Ә жағдайында аргентум катион иондары арқылы, ал Б жағдайында хлор анион иондары арқылы анықтаймыз. Бірінші есеп. Көлемі 72,4 литр қалыпты жағдайда хлор сутек алуға қажетті сутек пен хлордың көлемдерін қалыпты жағдайдағы есептеңдер. Бірінші есептің берілгені және табу қажет заттарын жазып қойдым. Енді шешуіне кірісейік. Есепті шешу үшін ең алдымен химиялық реакция теңдеуін жазамыз. H2 қосылған хлор 2 түзеді H хлор. Реакцияны теңестіру үшін H хлордың алдына 2 қоямыз. Есептің берілгенде H хлордың көлемі бар, ол 72,4 литр. Мына жерде өлшем бірлігі литр, қателесіп кетіппін. Және де 2 деген алдындағы коэффициентпен оның қалыпты жағдайдағы мольдік көлемі, яғни 22,4, сол 2-ге көбейтіліп 44,8 литр болып жазылады. Келесі сутек пен хлор белгісіз, олар X грамм, ал олардың мольдік көлемдері қалыпты 22,4 литрге тең. Осы жерден сутектің көлемін тауып ала аламыз. Ол үшін 22,4 литрді көбейтеміз 72,4 литрге, бөлеміз 44,8 литрге, яғни пропорция арқылы. Нәтижесінде бізде
36,2 литр шығады. Бізде сутек пен хлордың берілген реакция нәтижесінде берілген көлемдер бірдей, яғни көлем сутек тең болады көлем хлорға, яғни 36,2 литрге. Бұл бізде есептің жауабы. Екінші есеп. Құрамында 100 грамм натрий гидроксиді бар ерітіндіні бейтараптауға қажетті 15%-ық H хлор ерітіндісінің массасын есептеңдер. Екінші есептің берілген жазып қойдым, енді шешуіне кірісеміз. Ең алдымен химиялық реакция түйіндеуін жазамыз. Натрий OH қосылған H хлор түзеді натрий хлоридін және де суды. Реакцияны теңестіріп қажет емес. Енді біз есептің берілгенде натрий гидроксидінің массасы бар, ол 100 грамм, ал молярлы массасы 40 грамм. Бізге H хлорды табу қажет, ол бізде X грамм, ал оның молярлы массасы 36,5 граммға тең. Осы жерден X-ті пропорция арқылы таба аламыз. Ол үшін 100 граммды 36,5 граммға көбейтіп 40 граммға бөлеміз. Нәтижесінде бізде 91,25 грамм шығады екен. Енді бізге ерітіндінің массасын табу қажет. Ерітіндінің массасын табу үшін біздің шыққан H хлордың массасын, яғни 91,25 граммды 100%-ға көбейтіп 15%-ға бөлеміз. Нәтижесінде бізде 608 грамм шығады. Есептің жауабы ерітіндінің массасы 608 граммға тең. Үшінші сұрақ. Қайсардың асқазан сөлінің қышқылдығы қалыптан төмен. Дәрігер оған 3%-ық тұз қышқылы ерітіндісін тағаммен бірге қабылдауды ұсынды. Қайсар күніне осы ерітіндінің 10 граммын қабылдайды. Қайсар бір жылда тұз қышқылының қандай массасын қабылдады? Үшінші есепте ең алдымен біз H хлордың массасын тауып аламыз. Бізге 3% деп берілген, яғни 3%-ды ең алдымен осы есепте көрсетілген 10 граммға көбейтіп, толық 100%-ға бөлеміз. Нәтижесінде бізде 0,3 грамм шығады. Яғни бізде 10 граммның 0,3 граммы бір күнде асқазанға түседі екен, яғни сіңіріледі. Оны біз осы 0,3 граммды бір жылда бізде 365 күн бар, сол 365-ке көбейтеміз. Нәтижесінде 109,5 грамм шығады. Есептің жауабы бір жылда 109,5 грамм тұз қышқылын қабылдайды екен. Осымен біздің біліміңді тексер тапсырмалары аяқталды. Соңына дейін көргеніңе рахмет. Міндетті түрде достарымен бөлісіп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпа.